Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал бүгінгі видеода үй жағдайында пайдалы жидекті морс дайындаймыз. Кафе, мейрамханадағыдай дәмді морстың дайындалуының ең қарапайым тәсілімен бөлісемін. Бізге 300 грамм жидек және соған сәйкес 300 грамм қант қажет болады. Менде қатырылған жидектер, оны сәл ғана ерітіп алдым. Отқа қоятын ыдысымызға қантты жидектерімізді салып, баяу отта қант ерігенше ұстаймыз. Әрдайым араластырып тұрамыз, қайнату қажет емес, бастысы қант ерісе болды. Қатырылған жидек болса, қантпен бірге жидектеріміз де осы уақытта ериді. Енді массаны блендермен езгілейміз. Балғын жидектерді де қолдансаңыз болады. Морс дайындау үшін бір жидек түрін немесе бірнеше жидек түрін араластырып қолдануға болады. Морстардың ішіндегі ең пайдалысы, ең витаминдерге бай морс мүк жидек морсы, яғни клюквенный морс болып табылады. Келесі кезекте блендермен езілген массаны ситадан өткізіп аламыз. Қаласаңыз, қанттың орнына бал қолдансаңыз болады. Осы аталған ингредиенттерден кемінде 5 литр морс шығады. Осындай сүйегі жоқ, джем секілді масса шығады. Енді морс дайындаймыз. Дайын болған массамыздан шамамен 10 ас қасықтай графинге саламыз. Менде бүгін 1,5 литрлік графин. Үстіне графин толғанша салқын таза су құямыз, араластырамыз. Фильтрден алынған салқын су немесе қайнатылып салқындатылған су жарайды. Жалбыз қосу міндетті емес. Сіз үшін морс тым тәтті болып кетсе, аз ғана лимон қышқылын қосып жіберсеңіз болады. Және де сізге қажет морстың дәмін, морсқа арналған массаны аз көбірек қосып реттейсіз. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.